істеймін деген қазаққа тек қана мемлекет шарт жағдай жасап беру керек. Баспана және де жұмыспен қамтамасыз етіліп тұр. Мына қаланың ішінде пробкалар да азаяды. Барды, істейтін жұмыс жоқ. Берді участоктан 5 сотық. Мынау өзін өзі асырау керек. Кредит алатын болса, ол кредитін өзі алады. Ассалаумалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым, бүкіл қазақстандықтар және де шетелден бізді қарап отырған қазақтар, жалпы Мұңғылдан, Қытайдан, басқа да өлкелерден қазақ еліне көз тігіп отырған бұл мемлекет қалай дамып жатыр, іште не болып жатыр деген сұрақтар болатын болса, сіздерге өзімді таныстырып кетейін. Мен есімім Көңілбай, Асыл адам қорының негізін қалаушы және де бақытты отбасының авторымын. Оң жақ қанатында тұрған ағамыз Ауыт Мұхибек деген ағамыз, сіздер өздеріңіз көп білесіздер. Қазақстан мемлекетінің көші-қон заңдарына өзгерістер енгізіп, бұрынғы бізде көшіп келген, сырттан келген қандастарға қаншама қағаздар сұратып, заңдардың бәрі қосалқы біраз құжаттар требовать ететін, қосалқы біраз құжаттарды сұрайтын. Осының бәрін заңға өзгерістер енгізіп, президент әкімшілігімен, депутаттармен етене жақын араласып жүріп, қаншама заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, нәтижесінде келетін қандастарымызға өте қолайлы жағдай жасап берген Ауыт ағамыз. Ал маған қарама-қарсы тұрған Нұрмахан Тоқаев деген ағамыз осы Астана қаласының, жалпы біздің Қазақстанның архитектура саласында, жалпы қаланың үлкен даму жоспарларында үлкен үлес қосып жүрген, жалпы Астананы жоспарлаған ағаларымыз тұр. Мына жерде қаншама еңбектері президентпен және де осы қала әкімдіктерімен Қазақстанның бүкіл түкпір-түкпірінде жұмыс жасап, Астананың дамуына үлкен үлес қосқан Нұрмахан Тоқаев ағамыз. Ал енді бүгінгі эфирде сіздерге бүгінгі мәселеде айтатын болсақ, біз енді мына жаңа Қазақстан дамуында қолымыздан қандай жұмыстар келеді? Жалпы әрбір қазақ азаматы менің қолымнан не келеді елімізді дамытуға деп қызмет жасамыз керек. Осы ағаларымыздың біраз ойларын пайдаланып, сіздерге үлкен бір ақпараттар бермекшіміз. Ауыт аға, енді сізде мына сырттан келетін қандастардың бәрін заңдарға өзгерістер енгіздік. Енді қазір Алла қаласа мына пандемия бітсе, қандастарымыз көшіп келеді деген үлкен жобалар жасап жүрсіздер. Ал енді Нұрмахан ағамыз біздің осы көшіп келген қазақтарға, қандастарға қандай жағдай, қай жақтарға орналастыруымыз керек? Ол жерде қандай инфраструктуралар болу керек? Ауыл шаруашылығы және де қаланы дамыту мәселесінде жолдар және де құрылысқа керекті барлық электробағандардың бәрін жасап, қаланың ішіндегі өрлеу дәуірін жасап отырсыздар. Енді өте мамандармен, біз костюм шалбармен бір кабинетте емес, осы жұмыс барысында таныстырып өтуді жөн көрдік. Ал енді біздің қазіргі тақырыбымыз Нұрмахан Тоқаев ағамыздың бір концепциясы бар. Мына елдің шекаралас мына мемлекеттердің бәрін жан-жағынан қаланы дамыту керек дейді. Қазақстан жолдарын бәрін және де осы қазір карта бойынша сөйлейтін боламыз. Ауыт ағамыз осы елге келетін қандастарымыз немен айналысу керек және де қалай келеді, соның бәрін ұйымдастырып, мемлекетке бір дамуына үлес қоссақ деген үмітте тұрмыз. Көп рахмет. Аға, бірінші бүгінгі кеше ғана төсбелгі алып жатсыз, орденіңіз құтты болсын. Сіздің еңбегіңіз елімізге, өркениетке дамуға, оны президенттің қолынан тікелей атыңызды атап алып жатқаныңызға бүкіл қазақ елінің атынан сіздің еңбегіңізге, жасалып жатқан құрметіңізге өзіңізбен бірге бөлісеміз. Жақсы болсын. Аллаға көп рахмет. Көңілбай, бүгін мына бір игі шараның басына келіп шақырып отырған үшін қуаныштымын. Ағамызбен, Нұрмахан ағамызбен танысқаныма, дидарласқаныма тағы да қуаныштымын. Енді баршаңызды, сіздерді осы эфирде көріп отырған еліміздің іші сыртындағы біздің қандастарымыздың бәрін ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Кеше ғана президентіміз үлкен жолдау жасады. Мен ол жолдауды Наурыз реформасы деп атадым. Бізде саяси өзгерістер, экономикалық өзгерістер болайын деп жатыр. Ата заңымызға 30-дан астам өзгерістер мен толықтырулар кірейін деп жатыр.
жасалған жатыр. Бұл ата заңға өзгеріс енгізу деген кәдімгі төңкеріс сипатындағы мәселе. Мемлекеттің басқаруы, құрылымы өзгереді деген сөз. Бұл бүкіл халқымыздың бір көптен күткен арманы мен тілегі де Құдай бұйырса сол орындалайын деп жатыр. Осындай қарсаңда сіздермен бас қосып, мынау мәселені талқылағанға келгеніме қуаныштымын. Бұл бірінші айтайын дегенім. Екінші, біздің қазақты қатты қинайтын бір нәрсе бар. Бұл баспана мәселесі. Осы баспана мәселесін шешуде үкімет біраз қолға алды. Біраз бағдарламалар жасады. Соның көбі сәтсіз болды. Сәтсіз болатын себебі жаңағы тойымсыз жемқорларға жаңағы халқымыз көп жем болды. Үкіметте осының алдын алайын деп жатқан сияқты, мен соның шет жағасын естіп жатырмын. Оны да көрерміз. Бірақ соған қарамастан біздің Көңілбай Шүкенов дейтін мына бауырымыз қор құрып, үкіметте жоқ бір бағдарлама жасап, проекті жасап, жоқ жітіктерді, жалғыз басты аналарды, жетім жесірлердің бәрі міне 5-6 жылдан бері қуантып баспана алып келе жатыр. Бұл үлкен жүректен туған әңгіме. Мен соған сізге қатты қуанып риза болып жүрмін, Көңілбай. Оның сыртында еліме айтып жүрмін кезіккен жерлерде. Енді міне ағамызбен бірлесіп бір үлкен жобаны жасайын деп жатыр екенсіздер. Мен бұған сәттілік тілеймін біріншіден. Бізде 30 жылдан бері ауылға толық көңіл бөлінген жоқ. Оны президенттің өзі де айтып отыр. Оның ішінде мынау шекара өңірлеріміз бос қалды. Халықтың бәрі орталыққа көшіп кетті. Сосын жаңағы басқа ұлттың өкілдері өзінің тарихи отандарына ағылып кетіп жатыр. Келіп жатқандармен салыстырғанда кетіп жатқандардікі әлденеше 10 есе артық болып жатыр жылына. Бұл мемлекет үшін үлкен қауіп. Сондықтан үкіметтің бір қолданған бір шарасы бар. Мен өзім дәріптеп қолдап келатқан. Бұл мынау солтүстік 7 облысты арнайы облыс етіп бекітіп үкімет 83-ші қаулысымен 2016 жылы. Соған халықты қоныстандыру бағдарламасын бастап кеткен болатын. Сол бағдарламаның бір саласы мынау халықты орналасқан оңтүстік жақтың халқын көшіру, бұны ішкі көші-қон дейміз, қоныс аударушылар дейміз. Екіншісі сырттан келетін ағайындарды сол жаққа бағыттау. Бірақ енді мынау пандемияға байланысты, шетелдегі саяси жағдайларға байланысты сол шеттен келетін қандастарымыздың көші қазір саябырлап тұр. Ол уақытша нәрсе, Құдай бұйырса, ол көші ағылады. Жаңа Көңілбай айтып өтті, мемлекетіміздің көші-қон саясаты бар. Біздің аса мәртебелі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев президент болған бірінші күн айтты. Дүние жүзінде шашырап жүрген қазақтарды тарихи отанында басын қосу біздің қасиетті парызымыз деді. Құдай бұйырса, қасиетті парызым атқарылатын уақыт келе жатыр, орындалатын кез келе жатыр деп есептеймін. Енді мынау жоба керемет, жаңа Көңілбайдан естіп жатырмын. Бұл ауылдарға барып, әйтеуір құрылысты салып кетуге де болады. Бірақ қазақтың ауылы қандай екен десе, мынау деп көрсететін керемет жоба, ол керек. Ол керек. Сосын оны беру тәртібі мәселесі. Біздің халықта қазір ақша жоқ, алыстан келген ағайындардың да бәрінде ақша бар деп айтуға қиын. Сондықтан соның бір керемет жаңағы тиімді жағын біздің Көңілбай ойлап тапты. Өздері іске қосып жаңағы, солай емес па? Иә, бөліп төлейтін. Бөліп төлейтін, сосын жаңағы алдыңғы салымы да аз, сосын көп жылдарға өсімсіз несие береді. Егер төлей алмай қалған жағдайда оған 3 ай ба? 3 ай уақыт береді. Егер онда төлей алмаса, бұрынғы ақшалардың бәрін қайтарып береді, үйді қайтарып алады. Бұл өте тиімді жоба. Мен соған қызығам, менің қандастарым да содан игіліктенсе екен деп тілеймін, алыстан келген. Сондықтан шекара өңірлерге осы жобаны мына ағамыздың керемет проектілерімен салатын болсақ, бұл біздің Қазақстанның беделін арттырады деп ойлаймын. Оған сенімдімін. Сосын адамдардың қызығушылығы да артады, шекара өңірлерге баруға тиісті. Мен бір ұсынысты айтып жатырмын үкіметке, президентке. Ол шекараға керемет үйлер салып қойғанмен де сол халықтың бара қою қиын. Оған жұмыс керек. Ол жұмыс жағында Көңілбай қарастырып жатыр екен. Жаңағы шаруашылықпен айналысу, сосын жаңағы огородпен айналысу, көктат егу деген сияқты керемет проекттер. Ал менің ұсынысым шекарадағы халықты әлеуметтік қорғау туралы арнайы заң қабылдау. Шекараның ең шетінде отыратын ауылдардың тұрғындарына
үкімет ай сайын ақша беріп тұру керек, статус беріп кәдімгі әрбір жанның басына. Сосын ол жерде қызмет ететін қызметкерлердің айлығы 2 есе жоғары болу керек орталыққа қарағанда. Одан кейін жаңағы пособие дейміз ғой, жеңілдіктер, жәрдемақылар жетім жесірлерге, жалғыз басты аналарға берілетін, мүгедектерге берілетін, көп балалы аналарға берілетін жаңағы соманың көлемі орталықтарға қарағанда 2 есе жоғары болу керек. Сондай тиімділіктерді бекітіп шекараға туралы заң жасайтын болса, ол шекараға халық тоқтайды, тұрақтайды. Алыстан келген ағайындарымыз да тұрақтайды деп ойлаймын. Сондықтан көке іске сәт дейміз, аға. Табысты болайық. Осы ойлаған ойымыз мынау ұлыстың ұлы күнінің қарсаңындағы тілек болсын, іске асатын болсын деп тілеймін мен. Керемет болды, как раз ұлыстың ұлы күні. Бұл ненің бәрі жұмыста былай ойлап отырғанымыз. Енді мен сіздерге айтайын, енді мен өзім 40 жыл, 45 жыл мына қала салумен айлансам. Мамандығым архитектор, қала салушы. Градостроитель дейді орысша айтқан кезде. И мен енді не просто жаңа бір үйді салып, бір үйді соны керемет қылып, онда емес. Мен осы қаланы салуым керек. Қаланың ішіндегі адамдардың жағдайы қалай болу керек. Ол қалай өмір сүру керек. Не істеу керек. Сонан кейін бұның өзі мына қала деген ол стратегический нәрсе ғой мысалға да. Мына бүгінгі уақытта мысалға осы Қазақстан халқы мынау егерде Қазақстанның границасы болатын болса, шекарасы болатын болса, мінекей осы халық осының бойында, көп халық осының бойында. Мына бүкіл мына солтүстік жақтағы қалалардың бәрі мына көк болып тұрған сол солтүстік жақтағы шекараға жақын халықтар. Содан кейін бұл жерде не бар? Бұл жерде жел бар, хороший, и земля есть хорошая. Жер бар. Мен жерден жағы ауыл шаруашылығымен әлдескен жағдайлар бар да. Мына оңтүстік жақта ол болса да өзімен өзі бұл жерлер жақсы, құнарлы, су бар, электричествосы бар, барлық жағынан. Енді маған ой келген себебі бұл ой неден жағы бұл мына Көңілбай кездескен кезде мен өзі қуанып кеттім өзі. Мына ойымыз бір жерде шыққан нәрсе. Мен оны осыдан 10 жыл бұрын, принципе, мынандай бір проект жасаған. 10 жыл бұрын, бұл мынаның ішінден шыққан не, мінекей. 10 жыл бұрын, сонда қараңыз, мінекей, мына жағы, мына көп краска жасаған халықтың ең көп тұратын жері. Мына ортасы, принципе, енді бұл жерде аздау халық, бірақ мал шаруашылығына тиімді жер, принципе, нағыз шөптердің де барлық жағынан малға өте керемет нәрсе. Бірақ онымен заниматься ету керек. Сонда менің ойым не болды? Бұл жерде мен былай жазып отырмын. Концепция инновационно-технологическое развитие Казахстана на ближайшие 20-30 лет. Это осыдан 10 жыл бұрын, это было... Жайық жерін қазақшалап жүресіз ба? Мына қандастарымыз тыңдайды ғой. Концепция... Тұжырымдама, технологиялық даму, Қазақстанның технологиялық даму тұжырымдамасы 20-30 жылға есептелген. Есептелген. Бұл жаңағыдай мемлекеттен заказ болған жоқ, бұл менің өз ойым. Өз ойым, принципе, жаңа мен өзім жаңағыдай қала салушы градостроитель дейді ғой. Сол болғаннан кейін ол мені толғандырады. Содан басқа мінекей мұның өзі неше түрлі. Бұл жерде бұл текке бұлай емес енді. Бұл мұның талай нәрсесі бар. Бұған нормальный жилье керек, бұған нормальный инфраструктура керек. И барлық жағынан су да, электричество барлық жағынан. Оған мінекей бүгінгі премьерлер
Бұлар анау север жақта бір-екі поселкені салып, жерін бөліп, мына үйін оңтүстіктен адамдар жіберді. Ол не істейді ол жерде? Ол барды, істейтін жұмыс жоқ. Ну, берді участоктан 5 сотық. Онымен не істейді? Тем более, бұл жерде 7-8 ай қыс. Онда оны 2 айға ол іштегіде. Бұл мына оңтүстіктің адамдар, үйреніп қалған адамдар, егін егіп, жер шұқылап, бір нәрсе жасап, ол мына жерде ол сол себептен олар кетіп қалды даже. Кетіп қалды. Кетіп қалғандар да бар екен. Да, кетіп қалды. Әйтпесе ол мал ұстаймаса, не жағдайы болмаса, ол не қылады ол 4 коробканың ішінде. Поэтому осыны сол кезден бастап ойладым. Сол кезден бастап, осыдан 10 жыл бұрын сонда ойладым. Енді менің ойым неде болды? Енді мысалға, жарайды, мына солтүстікте суық жер, мына жерде 7-8 ай қыс, сеңе отырғызып үлгермейсің. И поэтому соған байланысты мен ойым келдім. Мен енді бұл конкретный жағдай пример дейді ма? Мысал ретінде менің офисім алдында бір 3 этажды коттедж болды, үлкен үй. Үлкен үй. Содан кейін мен сентябрьден бастап келем жұмысқа да, ол қар жауды ішіне кіреді шығады. Жан-жағын 3 метр забормен қоршап тастаған. 3 метр забормен қоршап тастаған. Ол енді содан бір күн, бір ай қарадым, 2 ай қарадым. Ешқандай жағының ішінде жұмыс жоқ. Қар түскен қарды жолын ғана аршиды, мәшіне келетін жерді аршиды, қалған. Сонда маған ой келді, мұндай неге керек? Кімге керек да? Ол неге мен бұлай ойлаймын? И сол кезде у меня появился висячий виллы деген бір идея появился. Аспалы үйлер. Ол не деген сөз? Ол мысалға, енді мына жерге примерге көшеміз ба? Пример мынандай мен мұнда раны барайын. Мынаның асты, 10 сотық. Мына бұлай қарай 40 метр, бұлай қарай 25 метр. 25 метр да. Осыған, мысалға, ана бір мәкетті берші, арғысын. Соны. Арғысын. Сонда қараңыз, мынау 1 гектар жер. Осы 1 гектарға 7-8 жағдай үй салуға болады да. Міне, үй салуға болады да. Мысалға енді, мынау жаңа мен айтып отырған мына жер туралы. Ол жерді не істейді мысалға да? Оны ішіне отырғызамаса, оны бірақ елдер хотят. Ол жұмыс жасамаса да, принципе, өзінікі болсын дейді да. Мынау соның жанындағы сол жерге, сол бір территорияға, мына жерде 18 сондай коттедж тұр. Сонда 18 коттедж тұр да. Сонда қараңыз енді. Вот мұның фундаменты единный, крышасы единный. Ол может не только мына жерде мынау соның макеті. Мысалға мынау бір хозяиндікі, мынау екінші хозяиндікі, мынау үшінші хозяиндікі. Сонда ойлаңыз, мұның іші не? Мысалға, қалай мұның іші? Мынау мысалға бұлай. Мынау 12-де 12. Үй 12-де 12, бірақ 2 этаж. Қазір сонда 288 квадратный метр сіздің үйіңіз. Қош. Содан кейін оның алдында, мінекей мына 12-де 12, ол самый малый. Аз дегенде. Ол может быть бұлай қарай, да, ол спросқа байланысты да. Сонда қараңыз, мына 2 этаж сіздің коттеджіңіз. 2 этаж сіздің коттеджіңіз. Мына үйден шығасыз, мына мен жерде сіздің бағыңыз.
Огород бұл жерде қазір не бар? Гидропоника деген не бар? Технология шығып жатыр, соның капельное орошение. Бұл жерде не надо? Керек жоқ жаңағы жерді топырақ шығару. Оның бәрі жаңағыдай капельное орошение небольшой нәрсемен жасалатын нәрсе. Болмаса нәгізде бала шағасымен қыдыратын жер қойып, болмаса нәгізде өзінде бір цех жасауға болады андай. Бұның несі қалай болады, сонда өзіндік құны қалай болады? Қазір оған келеміз, оны айтамын. Ол енді мына жерде қарасаңыздар, мынау тұрған не? Мынау тұрған мінекей, мына жаңағы мен айтып отырған үй, мінекей мынау үй. Мінекей мынау сіздің үйіңіз, мынау сіздің бағыңыз. Сол мынау жаңағы 10 сотық жерде, жаңағы 25-40-қа 10 үй тұр. 10 қабат. 10 қабат үй тұр. Сіздің жаңағы общий квадратный метр 435 примерно. Енді ол да любой қазаққа жетіп жатыр бұлай. Жетіп жатыр. Сіздің мұнда ойлаған не бар? Мұнда ойлаған мына қазақ өзін өзі асырасын деген. Өзін өзі асыраса, ол принципе. Енді қазір мына неде малы предприятие дейді. Шағын мекемелерде. Ол мысалға бір вариантта мына жерде сат, жаңа бақ болды. Екінші вариантта мысалға қазір технологияға сонша өскен жер, в принципе, любой станок алып, любой нәрсе. Мына жерде шағын цехтар ашуға болады. Оның технологический сторона, в принципе, шешуге болады. Мұның құны, мынаның құны 6 куб бетон, 2 тонна металл, темір, и 150 квадратный метр мына стекло. Әйнек. Сол қымбаттылығы сол. Мына үйде енді әрқайсысы өзіне жасау. Мұны кішірейтуге болады, үлкейтуге болады. В принципе, ол жағы ешқандай мәселе емес. И сонда ой не? Ол жаңа мынау өзін өзі асырау керек. Мысалға кредит алатын болса, ол кредитін өзі болады. Мына жерде мысалға қазір осы қалада бар, кішкентай жаңа немен овощи, фрукты дейді жаңағы. Сонымен өздері не алады. Көктат есін егіп, күнделікті тұрмысқа қажетті, и күнделікті өмірін сатып. Да. И соның кейін қазіргі кезде бизнес бір жағдай. Күнне 30 мың, 50 мың, 60 мың, и 400 мыңға дейін табыс табатын бизнестер бар. Соны, пожалуйста, мен жерден развивайте. Ол жаңағы, в принципе, мұны көңілбаймен келісіп отырған себебіміз заранее бір жерден планировать етіп, жоба жасап, да? И конкретно мы могли бы отправить вот туда. Мінекей, мынандай возможность. Сендер, мысалға, Қытайда технология очень развит. Онда неше түрлісі бар, да? Ол келген кезде, соны ала келді, и развивай. Әйтпесе біз не істейміз? Біз шақырамыз, не жататын жері жоқ, не тұратын жері жоқ. И бір-екі жыл ол қаңғырып өйтіп жүрген қазақтар. Чтобы это не было, он может прийти сразу, мысалға, 10 сотыққа 10 хозяин келеді. Так, осы үйлерді, осындай үйлерді сол шекара өңірлерге салуға болады ма? Болады. И соныға мұның екіншісі бар. Мынау, мен жерде енді, елдің бәріне керек емес шығар, мынандай үлкен үй 400-500 квадрат. Есть мынандай кішкентай. Кішкентай мен жерде, примерно осындай неге 12 квартира бар. Мынау бүгінгі нормамен. Бүгінгі қазіргі беріп жатыр ғой, там 60 квадрат, 30 квадрат, 100 квадрат, сол шамада 12 квартира. Ол может быть больше, ол может быть меньше, бірақ оның мынандай несі бар. Ауласы бар, да. Баласын жібереді, ешкім
проблема жоқ. Былайша айтқанда мынау бір не болып қалмай ма, қалай айтайын, анау парник сияқты болып қалмай ма адамдарға денсаулығына байланысты? Жоқ, ол деген қазіргі мұны ары айтайын. Бұл мынау почему биік, мына неде, вот северных, солтүстік облысы, мынау 60-70 метрден кейін постоянно жел соғып тұрады, да. И здесь вот для этого специально сделано мынандай нәрсе. Ол технический сторон жағы, парник емес, немес, оның бәрін жасауға болады. Оның бәрін қолда тұрған нәрсе. Бірақ мысалға мынаны развивать ету үшін, да, жаңа әйтпесе біз қалай жасаймыз? Мен жерге үй саламыз, да, маған терезе керек. Мен барамда бір жерден 2 терезе сатып аламын, и сонымен бітті. Ол не развивает, жаңа терезе туралы не развивает, кірпіш туралы не развивает, мысалға, индустрияны, да, и басқа жағында сол. Поэтому, когда олар мынаны көрген кезде, потому что есть смысл или мүмкіндігі бар да, ана производство независимо мынадан басқа өздері может развиваться. Потому что жаңағыдай өзін шығаратын, сатып алатын адамдар бар бұдан. Сатып алатын. Бір нәрсені айтып кетейін. 10 сотық жер дегеніміз бізде қазір Қазақстанда жер мәселесі немес, проблема емес. Жер көп бізде. Бірақ мына бір жерде 3 қабатты үй салсақ, бір іргетас бәріне ортақ. Және де мына жерде жаңа ағамыз мына макетте айтып кеткен себебі, мына жерде қауымдастық деген болады, бір жақсы жері. Қауымдастық. Мысалы үшін мына үйдің асты бәріне ортақ, жаңағы автотұрақтар. Одан да 1-2-3 қабатты үй, мынау бәрі бір коттедж, бір вилла, бір сұмдық үйлер. Бірақ үшеуі бір фундаментте тұр, бір нені қабырғаның астында тұр. Енді мына төбесін жапсақ, мынау тұрған жаңа күн сәулесімен, желмен, тоқтың бәрі осыған қамтамасыз етіледі. Өзін-өзі қамтамасыз етеді. Және де мынау 3 қабаттың адамдары мына жерге шығып, кешке қарай бұл жерде жеке демалыс орны бар. Суға түсетін, жаңа бассейн, андай-мындай. Одан бөлек жаңағы жаңа ағамыз айтып отыр ғой, этаж жаңағы қабаты өскен сайын, ең үстіңгі қабатта мынандай айналатын желге байланысты. Мына солтүстік Қазақстанда жел көп қой, 3 қабаттан асқаннан кейін жел көп. Онда мынандай үйдің басында осындайлар қойып қойса, әр қайсысы 10-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 10 киловатт тоқ береді. Мына тұрған. Мынау және де желдің бағытына қарай өзгеріп тұрады осылай, өзі айналып. Енді сол ғой, мәселе суға келетін болсақ, мына үйдің бәрі автономный дейміз, өздігімен бағыттандырып, суды жер асты суларын қолдануға болады. Одан кейін жаңағы мына жаққа келген сулардың бәрі мына есіктің алдындағы мына суармалы өзінің бақшасын. Бір сөзбен айтқан, мына кездің баспана және де жұмыспен қамтамасыз етіліп тұр. Мына үйді біреуге берсеңіз, егер де мысалы үшін Қытайдан, Монғолдан келетін қазақтар еңбекқор ғой мысалы үшін. Мен мысалы үшін Қытайдан отырдым, Қазақстанға барып немен айналсам дейді. Сол кезде ол бізге жаңағы орталыққа хабарласу керек. Біз қазір сол орталықты құрып жатырмыз. Содан бізге айтады, мен қолымда жаңағы пластик бөтелкесін шығаратын осындай аппарат бар дейді. Немесе жаңағы ксерокс аппарат бар, осындай нәрселер жасай аламын дейді. Біз соған айтамыз, мына бір қабатын алыңыз, мына жағына сіз онда ешнәрсе екпей қойыңыз, соған өзіңіздің аппараттарыңызды қойып қойыңыз. Сонымен жұмысыңыз. Үйден шығады, жұмысқа барады, үйден шығады, жұмысқа барады. Мына қаланың ішінде пробкалар да азаяды. Мысалы үшін бірнеше адамдар шығып айдалаға барып жүрмейді. Бұл үйден шықса тек қана жаңағы әкімшілікке, қазір әкімшілікке де барып келе жоқ. Бүкіл онлайн. Бұл тек қана құдайға, өлікке, тойға барып келеді, болды. Қалған уақытта осы үйдің ішінде, үйдің маңайында балалармен бірге. Бір кішкене қосайын. Мына қазіргі балалар вообще ештеңе мен жерде может они өздерін тәрбиелейді. Мысалға мен жерде бір нәрсе жасап жатсам, мысалға менің балам келеді де көреді. Иә. Көреді де ол да жасайды. Ол мына не? Мына қазақта не дейді?
тәрбиелейді. Ол грамотный бола керек та. Ол өйткені күніге көреді ғой, істейді жұмысты, оның техникамен айналысады. А қазір несі, ана компьютерде отыр, и еще телефонда отыр, и ешқандай не жоқ оны. Ештеңемен қызықтыра алмайсың, ештеңеге ешқайда бармайды да. И поэтому мына жерде оның тәрбиелік жағы. Семьяның өзінің тәрбиелік жағы. Отбасылық құндылық деген негізі ағамыз айтып отқандай, мына баланы жұмысқа баулып, оны тәрбиелеуден бастап көз алдында. Егер де мынандай баласы көз алдында істейтін болса, осыдан тәрбие алып, ол бір бизнес идеялары, ол келешекте тағы мынандай үй алған кезде, осындай үйлер негізі осы бізде кеше ағамыздың бір сөзі бар ғана, Қытайда мынандай не болды, саясат болды, әр үйде бір пеш деген, донна пеш деген. Сол мына әр үйде донна пеш деп отқан осы. Бізде асыл адам қоры, бұл баспана және де жұмыспен қамту деген сол ғой. Біз бұрын салдық үйлерді. Бірақ үйдің алдында жаңағы жер бар, 10 сотық жерді бердік та. Енді сол 10 сотық жерге мен егіп бермеймін ғой енді. Біз енді 10 сотық жерді беріп кеттік, бірақ сол 10 сотық жерге тал еккен жоқ қой біздің үй алған адамдар. Кім жұмыс істейді? Сол жерді соған бер деп отыр. Президент айтып отыр. Ал ол үшін жаңағы конкурс дегендердің бәрін жоғалту керек. Ол үшін жаңағы аукцион дегендерді жоғалту керек. Жаңағы айтқандай, елуден артық қойы бар, жылқы сиыры бар, 100-ден артық қойы барларға әкімдерге міндеттеп қою керек. Шақырып алып беру керек. Жер жоқ болса жерден тауып тұрып беру керек. Өйткені ана алып алғандар бар ғой, істетпейді. Ол президент айтқан, ана шөп қорған ит сияқты деп. Сондайларды қайтарып аналарға беру керек. Вот содан мынандай жобалар болса, ол жерден ауыл деген керемет болады. Ауыл деген бедел емес пе мемлекет? Солай емес пе? Сонда қараңыз, мен тағы бір қосайын деген нәрсем, мысалға, вот келген адам бір 100 квадратный метр жерді алу керек. Вот оны аламайды қазір. Ал мына жерде сен үйіңде 150-200 квадратный метр осындай нең бар. Саған ешкім кедергі жасамайды. Кедергі жасамайды. Ты просто возьмись и содан кейін біз мына Көңілбай мен бірге осындай проект жасауымыз керек. Ну, мы должны мысалға мына үйде неше түрлі жасауымыз керек. Өйткені біреу жаңағыдай бар жасауға, екіншісі жаңағыдай малый предприятие жасауға, мысалға киіз үй жасайды. Крайний случай ана шаңырақ уық анау мынау оны да жасаймын деп жүрген жігіттер бар. Жасай бермін, жетіп жатыр мен жерде. Осы жер өзі жеткілікті. Жетіп жатыр. Сондай ана тегемет жаса, нен жаса, қазақтың ұлттық бұйымдарын жаса. Бұйымдарын жаса. В принципе, бұл сонда қараңыз, сізге мына государственный не керек жоқ. Жаңағыдай бағдарлама. Оны әрқайсы шығарады. Ол жаңа өзі рынктегі ғой, мысалға өтіп жатса ол көбірек жасайды. Мен тағы бір ойым, вообще не надо каждый әрбір қазақ бір миллиардер болу үшін. Бір нормальный жизнь сделай, жизнь нормально. Қазақ айтады оны, өз қолы өз аузына жетеді. Енді қараңыз, мынандай үйлер ғой, енді 3 қабатты үйлер дейік. Енді осы 3 қабатты үйлерден бізде ауыл салсақ, былай тікесен тік саламыз ғой. Сосын кейін соның арасында жолдар қиылысып, бір-бірімен жаңа байланыс алмай жүреміз. Енді мына жерде ағамыз мынандай жолдың бойында, ұзын жолдың бойында, мынандай жаңағы дөңгелек ауыл. Міне жаңа дөңгелек деп отырғанымыз, мына жерде мына кезде көріп тұрсыздар ғой, мына әрбір жаңағы шекаралас жердің бәрінде осындай дөңгелек бір-бір ауылдар. Мынауымыз бір ауыл. 10 мың халық тұратын. 10 мың халық. Ортасында жаңа әкімшілік ғимараттар, мектеп, жаңағы нелердің бәрі тұрдық, жаңағы. Сосын мынау тұрғандар, мыналардың бәрі үйлерінен шыққан жаңағы өнімдерді астында мында қоймаға уақытша сақтай тұрады. Уақытша ғана сақтай тұрады. Бір күнге жинап, мына үшеуі жинап, өз шығарған өнімдерін мынаған үлкен мына кезде қоймаға апарып тапсырады. Ал қойманың мына жағында мына үлкен жол жатыр, жолдың бойынан мына автокөліктер, жүк көліктері алып, ары қарай жаңағы көтермес. Мына ауылдың адамдары сату мәселесімен айналыспайды. Бұлардың мәселесі тек қана шығарып беру. Мында әкеп беру. Мына жерден қабылдап алады да, кейін товарлар өткен сайын бұлардың ақшалары. Ол қабылдап алатында сол ауылдың өз адамдары. Өз адамдар.
азыр дүниенің бәрін қымбаттатып жатқан кімдер? Делдалдар ғой. Иә. Жоқ, мына ненің бәрі осы мына ауылдың өзіне тиесілі мына тұрған қоймалар. Яғни бұл қоймалардың бәрі бір енді біз бұның формасын құруымыз керек. Бұл ауылдың аты қандай болады? Бұл кәдімгі совхоз, колхоз бола ма баяғы? Сол жер болмаса жаңағы кооператив бола ма? Жоқ, бұрынғы өзінің жердің тарихи аты бар ғой. Иә. Олар негізі жер су аттарын, адам аттарын өзгерту. Жоқ, ол жердің су атын өзгерту емес. Мына форманы, мына басқару жүйесін айтамын. Бұл әкімшілікке бағынатын бола ма? Әлде осы ауылдың іші өзі бөлек бір жаңа кооператив болып, соның басшысы мына жерде осы өздері жыл сайын біреу сайлап, соған бағына ма соны? Осы эфирді пайдаланып айтайыншы, мына жаңағы сөзіңізге орай. Қазір қалада, үлкен қалаларда заттың бағасы қымбат. Сол арзан келеді тауар. Сол неге қымбаттап кетеді? Мына үлкен базарлардың тұрып айта берейін. Үлкен базарларға кіргенде қымбаттап кетеді. Неге? Базардың бәрі жекелердік. Президенттің 162 бай бар ғой, солардікі. Ал енді оның арендасы 1 квадрат метр удай қымбат. Енді сатушы қайтеді жалдап алған жаңағы заттың бағасына қосып, содан ақша тауып, одан арға өзінің тіршілігін көреді. Соны мен айтып жатырмын да, осыдан бұрын үкімет үлкен сауда сарайларына, 4 сауда сарайын естуімше, 10 миллиардтап ақша береді екен. Сен заттың бағасын өрлетпей, жаңағы ұстап отыр деп. Ал картоп пен сәбізді ұстай алған кетті, өсіп кетті. Мен айтып жатырмын, жаздым өткенде. Енді сол 10 миллиард ақшаға үкімет тура осында көңіл айтып тұрған сіздердің ауыл сияқты қаладан үлкен базар салса, соның кеткен шығынын есептеп, әрбір адамға сатып берсе, 0% болмаса 1%-пен, сосын ана базарларға не болады ғой, жаңағы бәсекелес болады, конкурент болады. А бұл өзінің жеке меншігі, бірақ шарт болу керек. Ешкімге жалдап бермейсің. Жоқ, ол дағы не ғой? Юридический сторона. Сонда бұл да бір кооператив болады. Сосын басшыларын өздері сайлап алады, төлейтін тазалық жана осы айлықтарын бекітеді. Солай емес пе? Бір кәдімгі бір мемлекеттің ішінде кішкентай бір мемлекет сияқты болады да. Бірақ ана базарлардың бәрін бос қалтыратын еді мынау. Иә, бұл конкурентный среда. Енді қараңыз, бұл мына бір ауыл, мысалы үшін толық жаңа жүзім, анау мына бәрі өздері кім не егетін бәрін алдын ала, кім не нәрсеге машықталған, кім қандай өнімдер шығарады, ауылдың жаңағындай тауар өндіріс ошақтардың бәрі, әр үй, әр отбасы мына жерде кәдімгі бір товар өндіруші, тұтынушы емес. Енді мына жерге мына базаларды салғаннан кейін, енді осы база мына үлкен қоймалардың ішінде бағаларын тұрақтандырды. Мына сыртқа кететін жаңағы бір ғана жол, сонымен сыртқа кетіп жатыр. Енді мына отырғандардың бәрі бір-бірімен байланысты, және де бір-біріне арасында жолмен бекіген. Ішіне қарай кетсе өзіміздің мемлекеттің несі деген. Енді мына бүкіл сыртқа кетсе шетелге экспорт болады. Мына товардың бәрі қайыққа кетеді енді. Бұның бәрі Қазақстан ішінде ғана қала бермейді ғой, өйткені әр отбасы қазір товар өндіруші болып кетті, тұтынушы емес. Сол кезде бұның бәрі сыртқа сатылымға шығады да, сыртқа сатылымға шыққаннан кейін ішкі біздің жаңағы экономикамызды дамытады. Осы отырған ауылдар бір-бірімен бәсекелесіп отыр. Бәсекелесіп тұрса. Иә. Одан бөлек мына жаңа шекараны қорғап тұрған осы ауылдар мысалсын. Жаңа өз-өзінің сөзіңіз бар ғой, шекараны қорғамайды, шекараны қорғайды халыққа. Халықты, ол сіздің сөзіңіз. Міне сол міне халық мына шекараның жан-жағында қорғап тұр. Содан кейін мына көп емес. Мысалға, мына любой облыстан мына жерде мысалға 20 га территория. Всего 20 га территория. Отырмыз? 20 сотық жер. 20 га. 20 гектар. 20 гектар. Сонда қараңыз. Ол любой облыстан мысалға 20 га. Любой жерден бере береді. Любой жерден ол мынаның бір жақсы жері, ол привязан бір школа, екі детский садқа. Енді жаңағы ауылдағы нәрсе сол нәрсе өткен школа жоқ. Мыналардың любойы жаңағы 7-10 адамға бір школа, екі детский сад. Қалғанның ішіндегінің бәрі өздері шығарады. Там любой жаңағыдай музыкаға үйрете ма, неге үйретеді ма, ол жаңағыдай, оның бәрі мынаның бірмен бірі өздері жасайды. Солай ғой енді, ол бір байланысты не дейді, өзі. Өйткені ол көріп отыр, мынадан ақша жасауға болады. Мынаның баласы, ананың баласы келеді. Қорытындылайық. Құрметті біздің жан-жақтағы бізді қарап отырған көрермендер, жалпы бүгінгі айтпақ ойымыз
жалпы баспана салуда мынандай баспана және де жұмыс болу керек әрбір адамда. Жаңа ағамыз айтқандай, жұмыссыз отырған адам көк диванға отырады да көгілдір экраннан саясаткер болып кетеді. Ол мемлекетке қауіпті. Сондықтан мынаның бәрін жұмысқа салыңыз. Дамитын қырғыздардан естідім. Керемет мақалы бар екен. Дамитын елдің халқы дейді, саяхатшы болады дейді. Құрайын деген елдің халқы саясатшы болады дейді. Иә. Сол енді бәріміз қазір саясаткер емес, мынандай жұмыскерге айналдыруымыз керек. Халықты товар өндіретін, товар өндірушіге, әрбір үйге бір-бір жаңағы осындай ауыл шаруашылық болсын. Енді мына жерде қазір қорытындысы мынандай. Сіздер егерде біздің жобалар өте қызықты болып жатса, төменде қалдырылған WhatsApp нөміріне кез келген қаладан, кез келген мемлекеттен, Қытайдан болсын, Мұңғылдан болсын, жазсаңыздар, өздеріңіз көшіп келгілеріңіз келетін болса, қанша отбасында адамдар бар, қандай жұмыспен айналысасыздар, келгеннен кейін бізде қандай жұмысқа орналасқыңыз келеді, соның бәрін айтып өтсеңіздер, біз сіздерге арнап осы жобаны жасап жатырмыз. Егерде көбірек бізге тапсырыстар сіздерден пікір қалған болатын болса, құрметті ағайындар, мына осы жобаны біз бірінші болып Астана қаласының маңында тұрған ауылдар бар. Иә, мына жерде Қоянды бар, мына жағымызда Аршалы бар. Сондай жерлердің кез келген жерден алып, осыны дамытуға дайынбыз. Егерде сіздер осыған көшіп келетін болсаңыздар, Қазақстан мемлекетінің заңдары, көші-қон заңдарының бәрі сіздерге қарай өзгерді, және де келген адамдардың бәріне баспана және жұмыспен қамтамасыз ететін жобаны ағаларымызбен жасап жатырмыз. Бүгінгі біздің жалпы жұмыс барысында сіздер бізбен бірге болдыңыздар. Алла қаласа елімізге келіп, өркениеттің жаңа Қазақстанның дамуына барлықтарымыз атсалысайық. Рахмет барлықтарыңызға.